Назарета алтындaki Ақмешжет Киев район mahkemesi Қырым адвокаты Эмиль Курбединовны меморий укук бозуы үшін 5 күнге тевқиф етті. Оны 2013 сенесі Facebook sayfasында ерлештірген язы үшін Русияның меморий укук бозулары қында кодексінің 20.3 маддесіне көре, яны экстремист тәшкілиятларының ишаретлері яда тимсалерінің тәшвиқаты ве ачық нумайыш әтілмесі үшін тевқиф әттілер. Имаеджелер Қабатлав тарафының избатларыны экспертизадан кечермеге талап еттілер, амма макимеджелер адвокатларының аман-аман эпосы дәлелеріні рет етті. Эмиль Курбединовға қол тұтмақ үшін махкеме бинасы янында файлер топлашты. Правонарушение, которое вменяет Эмилю. Эмиль қабатланылған ұқуқ бұзуы тек әселет япылған тарзда ола біле. Яны киші ясақ бірші япқаны анламақ керек. Ве бұ ясақ әрекетлеріні япмаға істемек керек. Анавы ерлештірілген езылар тап 2013 сене олған шей. О вақыт Қырымда да Украин қанунлары чалышайды. Ве бұ қанунларға көре Хизбут Тахрир ясақ яда террорджи кебі тешкілят дегіл. Эмиль Курбединов сияси мобюслерінің даваларыны алып барған Қырым татар адвокаттар. О Володимир Балу, Хельми Умеров, Ахтем Чигосве Қырымдаки ишғалі кемиетнің басқаларына оғыраған да бірчоқ Қырым сәкенлеріні махкемелерді имае етті. Курбединовның фикірінже оның яқыланывы сачмадыр ве экстремизмді қабатлавларны танымай. Шунуда қайдетті ке тақиплерінің ақиқи себебі ұғы қорчала фалиеті сияси мобюслерге ярдымы ве. Ноябрьнің 25-інде Кереш боғазында Русия тарафындан запт етілген Украиндың ішделерінің давасындаки иштирак еткенідір.